Балалар, сендер ертек тыңдағаныңыз ұнай ма? Ал олай болса, мен сендерге арыстан мен тышқан ертегісін оқып бергім келіп отыр. Ертеде орман патшасы арыстан тоғайдың қалың беделінде ұйықтап жатады. Бір тышқан ойнақтап, үстінен жорғалап жүргенін сезіпті. Арыстан ұйқысынан заланып, оянып тышқанды ұстап алып, өлтірмекші болғанда тышқан жалбарынып: «Тақсыр, мені өлтірмеңізші, бір жолға кешіре көріңіз, бір күні мен де бір қызметіңізге жарармын» депті. Арыстан оның сөзіне күліп: «Сен өзің кішкентай бір тышқансың, менің қандай қызметіме жарамақсың» деп жаны ашып тышқанды қоя береді. Тышқан байқұс қуанып: «Арыстан досым» деп жүгіріп ойнап кете беріпті. Күндердің күнінде арыстан жортып ойнап жүріп, аңшылардың құрған тұзағына түсіп қалыпты. Шарқ құрып, тыпырлап, ақырып, бақырып жатса, тұзақтан құтыла алмапты. Сол жерден өтіп бара жатқан тышқан арыстанның бұл халін көріп, қасына келіп қарап тұрса, сонда арыстан тышқанға қарап: «Лажың бар ма бұған қылар?» депті. Тышқан дереу тістерімен тұзақтың жіптерін кеміріп, қиып кеп жіберіп, арыстанды тұзақтан құтқарыпты. Тышқан арыстанға: «Мені кішкентайсың деп мән бермеуші едің? Міне, сені бір ажалдан алып қалдым» депті. Осылайша арыстан жасалған жақсылықтың қайтарымы болатынын жақсы түсініпті. Әрдайым жақсылық жасауға асығып жүріңдер.